жиылған қауым. Ұлттық білім беру жүйесінде сапалы білім беру арқылы ұлт игілігіне аянбай қызмет етіп келе жатқан төл өнердің насихатшысы, талай саңлақты сәздәлемге баптап қосқан Құтторданың алтын ұя шаңырағы Қазанғап атындағы Қызылорда жоғары музыкалық колледжінде бүгінде 76 түлегін қанаттандырып, жаңа өмір жолына самғатпақ. Самғасын талап, талмасын қанат жас тілек, ұстазың міне, сәт сапар саған тұр тілек. Сенімін ақта, ұяңның артқан өзіңе, қимас сәт келді, лүпілдеп соғар жас жүрек. Бітіруші түлектерді ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар, түлектер шеруін бастап келе жатқан фортепиано бөлімі мен үрмелі соқпалы аспаптар бөлімін қарсы алыңыздар. Топ жетекшілері Төлемисова Раушан Досқалиевна, Ыбаш Абылайхан Батырханұлы. Халық аспаптар бөлімін қарсы алыңыздар. Топ жетекшісі Жұбанов Ғазиз Икрамұлы. Халық аспаптар бөлімінің түлектері аудандық, қалалық және облыстық мәдени іс-шараларға белсене атсалысты. Облыстық, аймақтық, республикалық конкурстардың және олимпиадалардың республикалық колледждер арасындағы орындаушылар конкурсының бірнеше түрдің лауреаттары мен дипломанттары көш бастап келеді. Амангелді қызы Жауқазын, Амангелді қызы Диана, Арын Аружан, Балтабай Табиғат, Бақытжан қызы Мадина, Зейнеден Көркемай, Құдайберген Динара. Қуаныш Нұржігіт, Молдабеков Танат, Октябрьлы Шадияр, Оразбек Ілім Жауһар, Османова Айжан, Тілеуберген Эльмира, Тыныштық Бағдәулет, Шакиева Толжан. Вокалдық өнер және дәстүрлі ән бөлімінің топ жетекшісі Бұланбаева Гүлсім Асылбек қызы бастап келеді. Қарагөз Ағдәулетова атындағы облыстық сыр бұлбұлдары конкурсының 15-ші республикалық пәндік олимпиаданың жүлдегерлері 44-ші музыкалық колледждер арасында орындаушылықтың республикалық байқауының жүлделі орын иегерлерін қарсы алыңыздар. Олардың қатарында Ескендір Хасанғалиев атындағы опера әншілер байқауында бірінші дәреже диплом иегері Абибулла Ақжүніс, Нұрсұлтан Назарбаев қоры стипендияты, Исабеков Бағдәулет, студенттік парламент президенті, облыстық бұрымды ару байқауының жүлдегері Райбекова Аягөз, жатақхана студент кеңестері Айма Барақбаева Айгерім де бар. Орда дирижерлік ету бөлімінің қошеметпен қарсы алыңыздар. Топ жетекшісі Абулова Алма Сахиевна. Түлектер қатарында 4-ші республикалық студенттік олимпиаданың 2-ші дәрежелі диплом лауреаттары Байданов Бақытжан, Қуанышбекова Жаннұр, Есімбеков Әсет, Қарақұлова Аяулым, Серік Еңілік, Дауытова Диана бастап келеді. Хореографиялық өнері бөлімін қарсы алыңыздар. Топ жетекшісі Жұбанова Арнап Өміржановна. Алдарыңыздағы студенттер шаттық би ансамблінің мүшелері. Оларды көптеген байқаулардың тек қана бас жүлдегері мен бірінші орын иегерлері. Облыстық абай мұралары би жанры, жастар 4-ші республикалық хореография байқауы, Нұр-Сұлтан қаласындағы Нағат Эверс байқауының жеңімпаздары, жастар карнавалы байқауы, облыстық 1-ші Қайнар Бұлақ би фестивалі байқауы, Алматыда өткен өрлеу хореографиялық оқу өрнерінің 8-ші халықаралық республикасының лауреаттары. Бойға жиған салт дәстүр мен мұраны, ел мүддесі болсын асқақ ұраны, мәртебесін көтеретін биікке жас түлектер, ел тәуелсіз қыраны. Таусылмасын жүректегі асқақ әнім, тек биікке самғатам жыр қыранын. Азатпыз, тәуелсіз біз еркін біздер, шырқай ұлы отанның ән ұранын. Қазақстан Республикасы мемлекеттік гимні.
колледждің тарихы бар оқу орны өзінің игі істерімен, толағай табыстарымен, бай тарихымен, білікті де білімді мамандарымен, еліміздің түкпір-түкпірінің әр саласында еңбек етіп жүрген түлектерімен, өмірлік өнегесі жас өркеннің мерейін өсіріп, мақтаны болған дарынды тұлғаларымен мақтана алады. Өмірде өшпейтін іс балаға берген білімін, мейірімін, қамқор пейілік. Ол болашақ. Болашақтың бір жарған сабағына құйған білімдерін мәңгілік. Колледж директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, Елеусінова Раушан Тәжмағамбетқызына сөз кезек береміз. Құрметті біздің түлектеріміздің ата-аналары және осы түлектерді өнер ұстаханасында тәрбиелеп шығарған біздің ұстаздарымыз. Бүгін міне біздің түлектеріміз 4 жыл бойы біздің қара шаңырақта оқыған білімдерінің дәлелдемесі дипломдарын алғалы отыр. Міне Қазанғап Қызылорда музыкалық жоғары колледжінің, яғни алтын ұяларынан ұшқалы отыр. Біздің колледждің қарап отырсаңыздар, тек қаламызда ғана емес, облысымызда ғана емес, еліміздегі музыкалық білімнің дамуына қосып келе жатқан үлесін білесіздер. Тек белсенді түрде мерекелік іс-шараларға ғана қатысып қоймай, халықаралық деңгейдегі музыкалық білімнің бәсекелестік қабілетін арттыруға да үлесін қосты деп айтсақ болады. Өйткені қазір халықаралық деңгейді бағындырып жүрген Димаш Құдайбергеннің ұстазы осы колледждің түлегі болатын. Одан бөлек, осы құрметті біздің түлектер, осы колледжде оқыған жылдарыңызда сіздер көптеген жетістіктердің куәгері болдыңыздар. Ол оқушы ғана емес, ұстаздарымыз да небір кәсіби байқауларда жүлделі орындарға ие болып келіп жүрді. Осы жетістіктер сіздерді алдағы уақытта тағы да жаңа белестерді бағындыруға қалпындырсын деп айтамын. Осы біздің колледжде алған білімдеріңізбен егеменді еліміздің өсіп өркендеп дамуына үлестеріңізді қосатын білікті музыка саласының маманы болатындарыңызға мен сенімдімін. Сондықтан сіздерге ақ жол. Үздік үлгілерді диплом тапсыру рәсіміне кезек берсек. Халық аспаптар бөлімінен Құдайберген Динара, Оспанова Айжан, Шакиева Тоғжан. Үздік диплом иегерлеріне деген қошеметтеріңіз. Вокалдық өнер бөлімі Абидулла Ақжүніс. Лидия Исабеков Бағдәулет. Қызыл диплом иегері Райбекова Аякөз. Хореография өнері бөлім бойынша Марат Мереке. Төлеш Аяулым. Үздік диплом иегерлеріне деген ыстық қошеметтеріңіз. Ортақ суретке түсуге шақырамыз. Қошеметпен орындарыңызға жайғасуға шақырамыз. Қанаттарың талмасын, биік
самға, жаңа өмірде кезігіп мол бақытқа, дендерің сау алға қарай ұмтылыңдар, жүздеріңе нұр ойнап, әр уақытта дей диплом тапсыру рәсімін ары қарай жалғастырсақ. Фортепиано бөлім бойынша Байсваева Камила, Үрбен және Сомпал аспаптар бөлім бойынша Амангелдіұлы Аль-Фараби, Аубакиров Досымжан, Әбдіхан Жантемір, Балмаз Әсия, Мұңайтпас Ерқанат, Наутбай Ақбота, Садығұлов Нұржан, Саржанов Сұлтанбек, Серіков Санжар, Шәріп Мадина. диплом иегерлеріне қошеметтеріңіз. Сіздерді естелік суретке шақырамыз. Амангелді қызы Диана, Амангелді қызы Жауқазын, Арын Аружан, Балтабай Табиғат, Бақытжан қызы Мадина, Дәулеткелді Оразғали, Дүйсенбек Арман, Зинедин Көркемай, Ергалиева Назерке, Иса Құндыз, Көшеков Медеу, Қайрақ Еңлік, Қолысбаев Ерлан, Қуаныш Нұржігіт, Махмұров Азамат, Молдабеков Танат, Мусаев Бекзат, Октябрұлы Шадияр, Омар Гүлфайруз, Оразбек Ілім Жаухар, Сағат Дидар, Серікбай Урина, Серікбайұлы Бағдәулет, Темірбаев Әсет, Тілеуберген Эльмира, Тыныштық Бағдәулет, Шаки Аружан, Шәріпов Икрам. Қошеметтеріңіз. Сіздерді естелік суретке шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Келесі кезекте хорды дирижерлау бөлімі қарсы алыңыздар. Көшбассан Байранов Бақытжан, Даутова Диана, Досай Ғайни, Есімбеков Әсет, Қуанышбекова Жаннұр, Серік Еңлік, Советова Аида.
Музыкалдык өнер бөлүмү боюнча Абетаева Акбота, Кошеметтериңиз. Аркалык Раныл, Ахмет кызы Гаухар, Әділханұлы Бекзат, Әділхан Әлібек, Баракбаева Айгерім, Жалғасов Аль-Фараби, Ерболат Нұрболат, Төлепбергенов Мадияр. Кошеметтериңиз. Диплом иегерлерин естелик суретке шақырамыз. Хореография өнері бөлімі бойынша Ақтаева Ақайым, Әділбаева Айгерім, Бекниязов Дамир, Жұмабаева Қаракөз, Кенжебек Фараби, Фазылбек қызы Ақмейір. Диплом иегерлеріне деген қошеметтеріңіз. Сіздерді естелік суретке шақырамыз. Келесі кезекте колледжде оқу кезеңінде белсенділік танытып, сапалы білім, саналы тәртіппен көзге түскен түлектерге алғыс береміз. Алғыс беруші Тәжмағамбет қызы Раушан ханым. Алғыс хат. Құрметті Құдайберген Динара Берікқызы, тәуелсіз еліміз жас ұрпақ тәрбиесіне, білім беру ісіне ерекше назар аударып, сапалы білім алып, үлкен азамат болулары үшін барынша жағдай жасап отыр. Еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Колледж қабырғасында жүрген сәтте алдыңыздан күн сайын жаңалықтар легі ашылды. Танымыңыз тереңдей түсті. Ұстаз аузынан естілген әрбір білім жаңалығының қабылдаушысы болып қана қойған жоқсыз. Осынау сәттерде қаншама игілікті шаралардың бел ортасында жүрдіңіз. Жарқында мағыналы істердің жанашыр куәгері атандыңыз. Сіздің бойыңызға білікті білім мен тәлім тәрбие егуді жауапкершілікті міндетім деп ұғатын колледж ұжымы биіктен көріне бергеніңізге қуанады, алғыс білдіреді. Қай кезде де терең білім алу жолында жалықпай, талмай, ізденіп, еліміздің игілігіне адал қызмет атқаратындығыңызға сенемін. Колледж директорының міндетін атқарушы Марат Атығалиұлы Ахметов. 23 маусым 2023 жыл. Ерекше қошеметтеріңіз. Дәл осындай керемет мәтінмен Оспанова Айжан Қайратовнан шақырамыз. Дәл осындай мәтінмен Амангелді қызы Жауқазын. Дәл осындай мәтінмен Денеден Көркемай Болатбек қызы. Тыныштық Бағдәулет Бақытұлы. Арын Аружан Ералы қызы. Қуанышбекова Жаннұр Бақытбековна. Кенжебек Фараби Жанатбекұлы. Әділбаева Айгерім Рустам қызы. Фазылбек қызы Ақмейір. Балмас Асия Серік қызы.
Раушан Тажмағамбетқызына аса құрметпен орныңызға жайғасуыңызды сұраймыз. Дипломдарыңыз құтты болсын, марапаттарыңыз да құтты болсын. Сіздерге керемет номермен «Сердце из тысячи свечей» орындайтын вокалдық өнер бөлімінің түлектері Бақдәулет, Әлібек, Мадияр, Бекзат қарсы алыңыздар. Келесі кезекте шаттық би ансамблінің орнында танец кокетки қарсы алыңыздар. I think I better
Алдыңда тарау жол жатыр, адаспай таңда жарқыным. Арманға алғыс қол созған, бөленсін нұрға қарқыным. Атанаң тілеп ақ тілек, ұстазың сенген нарқына, білімді алған іске асыр, пайдаңа тегіс халқыңа дей отырып, алғашқы құттықтау сөз кезегін бүгінгі салтанатты кешіміздің қонақтарына береміз. Облыстық жастар ресурстық орталығының директорының міндетін атқарушы Сисенбаев Ерлан Мырзалыұлы қошеметпен қарсы алыңыздар. Жастар рухы, жастар қанаты Қызылорда облыстық филиалының қызметкері Серікбай Нұрланұлы. Қайырлы күн, құрметті Қазанғап атындағы Қызылорда жоғарғы музыкалық колледжінің түлектері, құрметті ата-аналар. Бүгін мынау өте өмірлеріңізде ерекше күннің бірі болып саналады. Әрқайсымызда кезінде жоғарғы оқу орнын бітірген кезде осындай түлеп ұшып, жүректеріңіз желбіреп, армандарыңызға қадам басатын сәттер орын алды. Барлықтарыңызға осы салтанатты күнмен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Алда жаңа ғана қолдарыңызға алған дипломдарыңыз құтты болсын. Арман қарай өздеріңіз армандаған, өздеріңіз ерекше тұтатын жұмыс орындарына түсіп кетуге, сол жерлерде қызмет атқарып, шығармашылықтарыңызды шыңдай беруге тілектеспіз. Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ата-аналар, сіздердің ұл-қыздарыңыздың қолдарында алып отырған дипломдар құтты болсын, армандар орындала берсін, қызығушылықтарын бірге көріңіздер. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті студенттер, ата-аналар, оқытушылар, құрметті түлектер, дипломдарыңыз құтты болсын. Өздеріңізге шапалақ ұрып қойсаңыздар. Сіздерді шын жүрекпен құттықтаймын. Жас маман атанып жатсыздар. Алдағы уақытта жақсы жұмыс орнына тұрып, керемет жетістіктер көрсетеді деген ойдамыз. Ата-аналарыңыздың көз қуанышы болып жүре беріңіздер. Ұстаздарыңыз сіздермен мақтансын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Осы кереметті сәтті пайдалана отырып, Қазанғап атындағы Қызылорда жоғарғы музыкалық колледжбен біз бұған дейін де қоян-қолтық бірге жұмыс жасады. Біраз шараларда бірге өнер көрсеткен, осы арада бітіріп жатқан түлектер бар. Барлықтарына өзіміздің жастар ресурс орталығынан алғысымызды білдіреміз. Соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Құрметті Серік Санжар Ерланұлы, сізге өңіріміздегі жастар саясатының дамуына қосқан ерекше үлесіңіз үшін алғыс білдіремін. Жастық жалынмен, ерік жігер, отан сүйгіш қасиеттеріңізбен тәуелсіз еліміздің одан әрі өсіп өркендеуіне аянбай еңбек беретініңізге сенемін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық болсын. Санжар Ерланұлы бар. Дәл осындай мәтінмен Абибулла Ақжүніс Абибулла қызы. Дәл осындай мәтінмен Аубакиров Досымжан Алымжанұлы. Дәл осындай мәтінмен Шакиева Тоғжан Есенбек қызы. Қалалық жастар ресурстық орталығының дәл осындай алғыс хатымен Серіков Санжар Ерланұлы марапатталады. Бізде облыстық жастар ресурстық орталығы жұмыс жасайды, және де
Сарқаман бойында Қызылорда қалалық қосыл жастар ресурс орталық жұмыс жасайды. Бұл кезекті қалалық қосыл жастар орталығының мақтау қағазы. Диплом егелеріне деген қошеметтеріңіз. Дәл осындай мәтінмен Серікбайұлы Бақдәулет марапатталады. Қоғамдық істерде белсене атсалысқаны үшін Әбдіхан Жантемір Кенжебекұлы марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Әділханұлы Бексар. Дәл осындай мәтінмен Сағат Дидар Сағатұлы марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Есімбеков Әсен Серғалиевич марапатталады. Аманат партиясы жанынан ашылған жастар рухы, жастар қанаты Қызылорда облысы филиалының алғыс хатымен марапатталды. Алғыс хат Райымбекова Аягөз Күмісбекқызы. Өміріміздегі жастар саясатының дамуына үлес қосқаныңыз үшін сізге алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта тәжірибеңізді туған жердің туын биік ұстайтын, елжанды азамат ретінде жұмыс жасайтыныңызға сенім білдіреміз. Ел игілігі жолындағы ісіңізге табыс, өзіңізге мықты денсаулық, отбасыңызға бақ, береке тілейміз. Райымбекова Аягөз Күмісбекқызын шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай мәтінмен Қуаныш Нұржігіт Маратұлы марапатталады. Дәл осындай ерекше марапатпен Әбентаева Ақбота Рысбайқызы марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Молдабек Канат Қанатович марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Жалғас Әл-Фараби Нұрлыбекұлы марапатталады. Және де осындай ерекше марапаттармен біздің отделениелеріміздің кураторларына марапаттай кетсек, ерекше алғыс хатпен Құланбаева Гүлсім Асылбекқызы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай мәтінмен Абуова Алмагүл Сакиевна марапатталады. Диплом егелеріне қошеметтеріңіз. Дәл осындай мәтінмен Жұбанова Ардақ Өміржановна марапатталады. Дәл осындай мәтінмен халық аспаптары бөлімінің кураторы Жұбанов Ғазиз Икрамұлы марапатталады. Дәл осындай мәтінмен үрлемелі соқпалы аспаптары бөлімінің кураторы Абаш Алмархан марапатталады. Диплом иегерлеріне қошеметтеріңіз. Ендігі кезекте бітіруші түлектердің ата-аналарын колледж директорының міндетін атқарушы алғыс хатымен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Үкілеген үміттері бір келесі алып жатқан ата-аналардың да бүгінгі күн үшін еңбектері ерекше. 4 жыл бойына баласының тілегін тілеп, өнер әлеміне қартқан әрбір қадамын жақсылықпен қараған ата-аналардың да шын жүректе құттықтай отырып, бітіруші түлектерге деген ізгі тілектерін білдіру үшін ордаға бітіруші түлектердің ата-аналары, колледж ата-аналар комитетінің төрайымы, вокалдық өнер бөлімінің түлегі Әбентаева Ақботаның анасы
Арықбаева Жаңагүл Қыдырбайқызына және де хореографиялық өнер бөлімінің түлегі Марат Мерекенің әкесі Жолымбет Марат Есентайұлына сөз кезегін береміз. Біздің ата-аналарымызға деген қошеметтеріңіз. Саламатсыздар ма? Жиналған қауым. Мынау бітіруші студенттер алып жатқан дипломдарын құтты болсын. Мынау қиын белестерден болашаққа бастаған қадамдарын құтты болсын. Сіздер атқа шапқанда, тақымдарын қысып үйде ата-аналар қиналып, балам қалай болады екен деп уайымдап отырады. Сол ата-аналардың үмітін ақтап, алдағы уақытта осы алған дипломдарымен биікке самғап, бұдан да жақсы бағалармен, жақсы оқулармен, жақсы жұмыстармен ата-аналарыңызды қуанта беріңіздер. Мынау алған дипломдарыңыз жемісті де, баянды, бақыт әкелсін сіздерге. Құрметті ұстаздар, біріншіден сіздерге мыңда бір алғыс. Осындай балдарымызды 4 жыл оқытып, биік белестерден көрсетіп жатқан сіздерге мыңда бір айтар сөзіміз жоқ. Мұнан кейін бүгінгі бітіріп жатқан 2023 жылы түлектер, сендерге аттестаттарың құтты болсын. Жоғарғы биіктерден және де көріне беріңіздер. Соны бағалап келген ата-аналарына мыңда бір алғыс дейміз. Көп рахмет. Ендігі кезекте бітіруші түлектердің ата-аналарын колледж директорының міндетін атқарушы Елеусінова Раушан апайға сөз кезегі береді. Кешіріңіздер, колледж директоры міндетін атқарушының алғыс хаты. Енді ата-аналар үшін біз ата-аналарға алғыс хат айтпай болмайды. Диплом алу балалар үшін арман болса, ата-аналар үшін үкілі үміт. Сондықтан үміттеріңіз ақтала берсін әркімізде. Алғыс хат. Құрметті Жаңагүл Қыдырбайқызы, өмір жолдың әрбір сәтінде кез келген адам білім алған ыстық ұясымен ардақты ұстаздар туралы ұмытпайды. Сіздердің балаларыңызда өздерінің ата-аналары жүріп өткен нақ осы қасиетті де дәстүрлі жолдың жалғастырушысы. Сіздердің колледж өміріне белсенді қатысқандарыңыз және өзін қабілетті де білімді студент ретінде көрсеткен балаларыңыз Әбентаева Ақботаны тәрбиелеуде ұшан теңіз еңбектеріңіз бен төгілген мәнді әкелеріңіз үшін сіздерге мың алғыс. Сіздердің отбасыларыңызға амандық, бақыт, сәттілік тілеймін. Болашақта да біздің ынтымақтастығымыздың дамитынына сенемін. Колледж директорының міндетін атқарушы Марат Әбдіғалиұлы Ахметов. 20 маусым 2023 жыл. Дәл осындай мәтінмен вокалдық өнер бөлімінің студенті Ерболат Нұрболаттың анасы Нұртасова Салтанат Ғабитқызы. Дәл осындай мәтінмен вокалдық өнер бөлімінің студенті Райбекова Аягөздің анасы Мақсұтова Нұргүл Жеңісбекқызы. Алғысқа иелеріне деген қошеметтеріңіз. Дәл осындай мәтінмен үрлемелі соқпалы аспаптар бөлімінің студенті Аубакиров Досымжанның анасы Тынымбекова Бекзат Рүстембековна. Дәл осындай мәтінмен Балмас Әсияның анасы Жұмандықова Маржангүл Назаровнаға береді. Дәл осындай мәтінмен халық аспаптары бөлімінің студенті Амангелді қызы Жауқасымның анасы Шалабаева Майра Аманжоловна. Дәл осындай мәтінмен Құдайберген Динараның анасы Рашева Ахмоджан Ұлықбашқызына береміз.
Иманғазиева Мырзабеке Абулаевнаға береміз. Ордер бөліміне Байданов Бақытжанның анасы Ақбасова Құрманкүл. Даудова Диананың анасы Даудов Марат Зайнович. Әкесіне береміз. Біздің ерекше алғысқа тегелеріне, колледж студенттерінің ата-анасына деген қошеметтеріңіз, және де сіздерді естелік суретке шақырамыз. Хореография өнері бөлімінен Барат Мерекенің әкесі Жолымбет Марат Есентайұлы. Төлеш Айауылының анасы Дәрібаева Баян Сапаевна. Ақтаева Ақайымның анасы Жүнісбаева Мөлдір Бірлік қызы. Ата-аналарға деген ыстық қошеметтеріңіз. Сіздерді естелік суретке шақырамыз. Тыңда орындайтын Исабеков Бағдәулет. Қарсы алыңыздар. Тыңда ұлықтың тамыршығы, тыңда таулардың жаңғырығы, тыңда тау үнін жаңбырының, сол үн менің жан сырым, бір сендік саншырым. Сайра, сайрашы бұлбұл тағы, сайра, сыңғырласын гүл бағы, сайра, жаңғырсын нұр тағы, үнім болсын балболақтай, мен болып сырақтай. Сүйгенмен аяуларман саған, ән салам, әлемге жар салам.
ойда менің студенттік күндерім, жалындаған жастық шағым күнкерім, дауылдатып думандатып жүретін бақытты сәт шалқып шығар күндерім. Қайда сол бір асыл жанды достарым, аңқылдаған жалқылдаған от жалын, сұңқар жігіт, аққу қыздары қайдасың, еске аламы жүрегімде от жалын деп ақын ағамыз жырлап кеткен студенттік өмірдің бал күндерін бірге өткізген бітірушілерге сөз кезегін берсек, сахнаға Байданов Бақытжан, Төлеш Аяулым және Оспанова Айжанды шақырамыз. Сіздерге осы мына тәуелсіз Қазақстанда бізге ұстаздарға шәкірттеріміздің атынан шығармашылық табыс және махаббат тілеймін. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және ата-аналар және де студенттер. Студенттер дипломдарыңыз құтты болсын, ата-аналар сіздерге де құтты болсын. Ал барлықтарыңызға рахмет осы жаққа келгендеріңізге. Әсіресе өзіміздің спецапайларымызға, концертмейстерімізге, фан-апайларымызға өте көп рахмет айтамыз. Және де осы іс-шараны ұйымдастырған Раушан апайымызға көптен көп рахмет. Раушан апайымыз, ардақ апайларымызға көптен көп рахмет. Рахмет, диплом құтты болсын. Қошеметтеріңіз. Қайырлы кеш, құрметті біздің ұлағатты ұстаздар, ата-аналар және бітіруші түлектер. Сіздерді бүгінгі өмірлеріңіздегі ең айтулы күн, жас маман атанған күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Алдағы өмірлеріңізге үлкен табыс және жетістіктеріңізді, жемістеріңізді әрі қарай жалғастыруға, одан сайын дамытуға тілектеспін. Ұстаздар, сіздерге алғысымыз өте шексіз. Әрбір шәкірттеріңізді тәрбиелеген тәлімдеріңіз өздеріңізге мың еселеп қайтсын. Біз сіздерді жақсы көреміз. Үрлемелі соқпалы аспаптар бөлімінің атынан Садуғылов Нұржан. Здравствуйте всем, дорогие наши гости и преподаватели. Огромное спасибо за ваш вклад, талант, который вы дали наш. Хочу выразить огромное спасибо духовному оркестру, преподавателям всем. И особенно нашим кураторам. Спасибо большое Раушан апайға за все то, что сделали. И нашему любимому директору огромное спасибо. Как сказать, будьте счастливы, всем удачи. Дай Бог всем исполнять заветные наши мечты и желания. Спасибо всем огромное. Сіздің түлектерімізге деген шын қошеметтеріңізді аямаңыздар. Біз тартып өнерден, өмірге мол арман, қимастық көңілден жас келді жанарға. Қоштасады кез келді, қиялдай барамыз. Ұстаздар, сіздерді қиялмай барамыз. Бұл жастар ел бірлігін қорғайтын, өз отанын ойлайтын, өркениет өсіретін, аға-апаларымыздың ісін әрі қарай жалғастыратын болашақ азаматтар. Ертеңгі күннің құрығын қолға ұстап, жолға шыққан студент жастар, қадамдарыңызға нұр жаусын. Келесі кезекте Эммануэль Сужине орындайтын үрлемелі соқпалы аспаптар бөлімінің түлектері маримбада Әбдіхан Жантемір, вибрафонда тілектес Нұрғиса қабыл.
өмірде көшпейтініс балаға берілген білімнің, мейірімнің, қамқор пейілің, ол болашақтың бүр жарған сабағына құйған білім нәрің мәңгілік. Колледж директорының міндетін атқарушы, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Алтынсарин төсбелгісінің иегері Ахметов Марат Абдувалиевичке сөз кезегін береміз. Саламатсыздар. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, бітіруші түлектер, бүгінгі бітіруші түлектерге айтамыз, мынау төл мерекелеріңіз құтты болсын. Мынау колледждің биылғы 42-ші выпускысы. Колледждің 46 жыл тарихы бар. Қазанғабатдағы музыкалық жоғары колледжі республикадағы орны бар колледж. Біз кіммен мақтанамыз? Осы шәкірттермен мақтанамыз. 4000-ға жуық шәкірттер тәрбиеленді, халықаралық республикалық деңгейде лауреаттар атанып жатыр, жан-жақта жұмыс істеп жатыр. Кеше ғана мемлекеттік емтихан өтті, биыл 76 бала бітірді. 80% деп айтылады, 80% үздік бағаға тапсырды. 76 студенттің ішінде 8 студентіміз үздік дипломға бітірді. Оны атап өтсек, халық аспаптар бөлімі болу керек. Халық аспаптар бөлімінде 31 бала бітірді, оның 3-еуі үздік. Оспанова Айжан болу керек, Құдайберген Динара и Шахиева Тоғжан. Сосын ән салу мамандығы бойынша 14 студент бітірді. Исабеков Бавдәулет, Райбекова Аягөз и Абиболла Ақжүніс. Үздік қой. Сосын хореографияда 11 студент бітірді. Оның ішінде Марат и Төлеш. Осы па? Осы 8 студент үздік дипломға алды. Бүгін енді темло тапсыру рәсімі өтіп жатыр. Бәрі құтты болсын. Енді осы балалар 4 жыл бұрын келді. Мысалы жаңағы ұрмалы аспапты ойнап жатыр. Ол балалар бұл аспапты көрмеген кезінде түскен кезде. Кейбір түрмері аспапты дайындық істеген балалар кеше қанша олимпиада болып жатыр, қандай конкурстан үлкен жүлделі орынға ие болып жатыр. Бұл біріншіден кімнің еңбегі? Мына оқытушылардың еңбегі. Мына оқытушыларға, ұстаздарына мен алғыс білдіремін, рахмет айтамын. 4 жылда нота танымайтын, ана аспапты көрмеген, инструментті көрмеген баланы дайындау, бұл енді мұғалімдер де шаршатты, өздері де шаршады, бірақ халқы жақсы бәрі. Енді балаларға айтатын, бітіруші балаларға, ертең консерваторияға барады, Астана университетте барады. Ол жақта бұяқтағыдай мұғалімдер қарстарынан іздеп жүрмейді, куратор іздеп келмейді. Консерваторияда Құрманғазының ол общежитие 7-8 аспалы бұл жерде, анау Абаяда оның артын ішкен жүрмеді. Сондықтан ояқта өздері үшін оқисыңдар. Осы балаларымыздың жоғары оқу орнына түсіп кеткеніне тілектеспін. Осы бүгінгі іс-шараны жасап жатқан, ұйымдастырып жатқан мына тәрбие завучы Раушан Тажбаеваға сізге рахмет. Қарағандыға командаңызға рахмет. Ал тағы да мереке құтты болсын бәріңізге. Рахмет. Шын жүректен рахмет айтамыз. Келесі кезекте вокалдық өнер бөлімінің студенті Әбентаева Ақботаның орындауында Қырғыз әні «Жеңдім» бәрін қабыл алыңыздар. Көрдің бе, жеңдім бәрін, себебі сенсің жаным, сен көргендей тұрамаз бірақ ішімде мұздақ жаным, ай, мұздақ жалын. Қиналдым, өтті бары, бұл бақыт
Заманауи би орындайтын шапшық би ансамблі. Nicky Bonzo, Nicky Bonzo, Bonzo, Nicky Bonzo, Nicky Bonzo, Bonzo, Nicky Bonzo, Nicky Bonzo. Cause she a one, my girl, Nicky Bonzo.
Әбілқасым Қуаныш бір қадам орындайтын автор. Жас қосылған сайын жаңада бір қадам өтеді уақытым күн сағат сағат күнгелер әйтеуір менде жарқырайды уақытта болар көтеріліп құлдырайды басшысы ертеңді биік ұстап алдыға аттама онама белгісізді ешқашан ұмытпаймын белгісіз жаршам алдыма жол салған уақыт өткен сайын өткеніңе күш саламын келеді ол сөз тоқтама бала тағдырың ескереді жасап бір қадам белгісіз жаршам алдыма жол салған уақыт өткен сайын өткеніңе күш саламын келеді ол сөз тоқтама бала тағдырың ескереді жасап бір қадам басқаның әңгімесі қызықтырмайды мәңгілікке аттанып барады жас бала қараңғылықтан жарыққа қарай құлдантай тұр әлі ұшуға қанат мен сен тек тұру зат бұл факт мен келеді түнекте қолымда құшақшам кейбір кезде түзу жоқ жеңімпаз ондай болып бірақ тек түспесін жерге бас құрметтермен еңбекке түсу керек әрекет әркім түбі берекет еңбек керектен сәтсіздіктің бәрі бекер емес мендегі мақсат алдыдағы асу білесің әлі талай болатады бұл өмірдің жолы мынау бірінші кезде бітпеді ойыңның соңы құладың ба қайта тұру керек тұр берме ешкімге сырымды айтпа заманың түркіленген тек өзіңе сенің ең бастысы сенім адрес мынау айналаңда алыста бұл өмір таластас қолыңдалған жетім дегенім арманауды мақал жас бала түнде шыққан тұрсанда қанша мақтап әуретеді ішінде болып сақтап өзіңе сен өзіңді алып шығар еңбегіңмен ақылың екі жақтап белгісіз жаршам алдыма жол салған уақыт өткен сайын өткеніңе күш салады келген ол сөз тоқтама бала біріңіз кереді жасап бір қадам белгісіз жаршам алдыма жол салған уақыт өткен сайын өткеніңе күш салады келген ол сөз тоқтама бала біріңіз кереді жасап бір қадам белгісіз жаршам алдыма жол салған уақыт өткен сайын өткеніңе күш салады келген ол сөз тоқтама балам әкемнен бұл сөз тоқтама балам тағдырың ескереді жасап бір қадам Oh,
Қанатта асау тұлпардай қалықтаған сұңқардай талаптарын самғасын. Колледж гимні орындайтын вокалдық өнер тобы. Қабыл алыңыздар. Самғандар бейбіт өлдің елдің аспанында, золайды жастық дәурен қасқанында. Колледждің ұстаздары алтын қазық, тілейді сәтті қадам жастарына. Деп бүгінгі кешімізді аяқтаймыз. Сіздерге ақжол, жарқын болашақ тілейміз. Қош, сау болыңыздар. Şatahana, şatahana,